Армыз қазақ ұлты, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Ұлықтаушы Алла қазақтың мәртебесін үстем етсін. Бір аптадай болды, мен ақпарат көзіне шықпай қалдым. Мынандай оқиға болып қалды да, бір мопед қақты. Сонымен мен денсаулығыма зиян келді, жолдасымыз екеумізге кішкене бір аптадай жатып қалдық. Ол ақпаратты енді бала 15 жасар бала, оны не істеймін мен, 15 жасар балаға бола не алған жоқпын. Бірақ ата-анасына риза болдым да, келіп жүгіріп қолхат берші, үйтші бүйтші деп. Мен 15 жастағы бала не істеймін, кешіре салдым да, онда шатағым да жоқ. Бірақ әкесінен де хабар болған жоқ, мен оны бірдеңке алайын да деген де жоқпын. Негізгі айтайын дегенім бұл емес. Шықпай қалған себебім де ақпаратқа. Ал енді негізгі айтатын себебім, бізде қазір Қазақстанда түрмеге толудың мынандай бір процестер жүріп жатыр. Денежный пирамидалар. Әйелдер жиналған әйелдер біреуге алады, біреуден алады. Сөйтіп аяқта үй алып береді. Тағы да бірдеңке аламыз, сөйтеміз деген өңшең пирамидалар бастарының бәрі ұсталды. Бірақ олар қамалмайды. Олар айтады, я мен алдым, тауып беремін дейді, отыра береді. Неге? Олар үкіметпен де, банкпен де, үкімет адамы, сотпен де байланыс бар да. Одан кейін екінші этап бар, одан кейін үшінші этаптарды сотқа тарту. Соларды доказать етеміз, солардан ақша аламыз, солай. Осылай істей біз Қазақстанның 80% осы маркетинге пирамидада. Бәрі сотқа, рахат соттарға жұмыс жүріп жатыр. Анау ананы ұстап бер, мынаны ұстап бер деп арыз жазады, 10 теңге береді, танысын береді. Оны да қойып қой. Бірақ сол берген адам неге анау бірінші адамды кінәлайды? Өйткені ол да заңды бұзғып, үй алғысы келіп, мен үй алам деп, ана адамға сен түгел заңның сыртын айналғысы келді. Енді ақша қайтпайды ол ақша. Ол главный алған адам мен алдым, тауып берем, содан кейін дейді отыр. Неге ол ұстамайды, неге ол сол адамның банкідегі қатынасы барды, соны қыспайды соттар? Жоқ, төмендегілерді қысу керек. Қайткенде әтір ақша алу керек. Ал енді осылай істей бергенде ойлап тұр олар. Менің де бір танысым осыдан қайтыс болды. Біреуден алған, біреуге берген. Марқұм болып кетті, жүрегі шыдамай кетті. Бәленбай адамның айқайынан. Енді сұрақ, өзің бұздың ғой заңды. Заңсыздыққа өзің бардың. Анау заңсыз алып беремденге кредит алдың, алып барып бердің ба? Сен өзің себепкерсің. Енді бірінші адамды ұстамайтын біліп, екінші адамды ұстағың, үшінші адамды ұстағың кеп тұрма? Сонымен құтылып шығып кетем деп отырсың ғой. Сен өзіңнің балаңды өлтіріп жатсың. Қалай оңай табыспен өзің кірдің қораға. Енді соның қарғысын сол екінші, үшінші адамды алған жоқ ақшаны. Ол адам сотталады. Бірінші адам сотталмайды. Өйткені ол үкіметпен связано. Ал екінші адам сотталған кезде сен періште болып қалам деп отырсың ба? Ол да жұмсаған жоқ қой. Сен де қарғыс аласың. Сен де бала шағаңның жолын жабасың. Бала шағаңды жындыханаға жеткізуге дейін апарасыңдар. Бүйтіп айтқанда өз балаңды өзің дуалайсың. Неге? Осы жерде тоқтау керек. Қазақстан 80% әйелдері түрмеге зависимый болып тұрсыңдар қазір. Бәрің заявление үстінде жүрсіңдер. Енді тоқтатпасаңдар, бала шағаларыңнан көресіңдер қорлықты. Бала шағаларың жынды болады, бала шағаларың ауырады. Бала шағал неге? Өйткені біріңді бірің қарға басыңдар. Жүйелі қарғыс иесін табады. Жүйесіз қарғыс киесін табады. Ал енді қайсыңыз правсыздар? Заңды бұзып ақша апарып берген сен ба, жоқ әлде келесі адамға апарып берген ортадағы ма? Ол ең үстіндегі отырған адам, ол банкідегі адаммен бөлісіп алған ақшаны еш уақытта сен мойындатамайсың. Алдым дейді. Ары кетсе 3 жылға отырып келеді ол. Ал бірақ сен артындағы кінәсіз адамдарды соттатып атқан үшін Құдайдан саған қарғыс келеді. Несие Құдай, парақор Құдайдың қарама қарсы қарғыс атқан жолы деген. Сендер сол жолға түстіңдер ма? Енді шықсаңдар, Құдай кешір, мен қара жолға кеттім, ақша кетсін, садақа, бала шаға маман болсын демесеңдер, бала шағаларыңды жұтасыңдар. Қалай жұтасыңдар? Қанағатсыздарыңнан жұтасыңдар. Ештеңеге қанағаттарың жоқ. Бар болыңыздар ағайын.